Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай күшті бисквит рецептімен бөліскім келіп отыр. Осындай полисті күшті болып шығады. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Және видеоны көрместен бұрын маған подписаться ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарамыз. Сосын кішкене араластырып аламыз. Осындай көпір шыққанша дейін араластырып алғаннан кейін қантымыздың бәрін қосып, тағы да араластырамыз. Осындай болып шығу керек. Енді какаомызға суымызды қосып, ыстық суымызды қосып, лопаткамен араластырамыз. Міне осындай болады. Енді майды, сұйық майды және бағана какаодан жасалған қоспамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бисквитіміз осындай қара цветке, какаоның цветіне айналу керек. Енді ұнымызға разрыхитель қосып, араластырып, бисквитімізге және қоспамызға қосамыз. Міндетті түрде електен өткіземіз. Мен осылай бөлек-бөлек қосамын. Кішкене жарты-жартыдан. Және достар, менің видеома міндетті түрде лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен әлі алда көптеген күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Ал ендеше бисквитіме келсек, біздің бисквитіміз осындай кішкене қоюлау болу керек. Сіздер қандай формаға салатыныңыздарды білмеймін. Мен осындай формаға саламын, астында фольга төселген. Мен соған қоямын. Енді бисквитімізді 180 градуста пісіреміз. Міне менің бисквитім пісті. Осылай менде ортасы ашылды. Ол ештеңе етпейді. Бірінші дұрыс піспегенін шпажкамен тексеруіміз керек. Енді мен бағана формамен 5 минутта тұрды ғой. Сосын мен осылайынан аударып қойдым 5 минут өткеннен кейін. Енді біз қазір фольгасын шешуіміз керек. Фольгасын шешкеннен кейін оны тағы да формада 30-40 минуттай қойымыз керек. Қалдыруымыз керек. Себебі сосын ол формасы кішірейіп қалуы мүмкін. Мінекей осындай сеткаға орналастыруымыз керек. Астында мен осындай тарелка қойып қойғанмын, қиқымдары төгілмесін деп. Сосын 40 минут өткеннен кейін бисквитті формадан аламыз. Мен бұл бисквиттен күшті торт жасадым. Мінекей осындай
8 наурызға арнап жасаған тортым. Иә, бұл выбивай торты. Міндетті